Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бүгін сіздерге үй жағдайында таракандардан құтылудың ең тиімді деген әдістерімен бөлісемін. Жаз келіп, тараканнан құтыла алмай жүрсіз бе? Ендеше соңына дейін тыңдаңыз. Таракандар жұқпалы ауру таратушылар. Ол ауру балалар үшін өте қауіпті. Таракандар көбінесе көп қабатты үйлерде, ванналарда, әжетханаларда, әсіресе ас бөлмесінде тазалық сақтамасаңыз, сол жерде көп болады. Таракандар бір аптаға дейін сусыз жүре алады. Негізінде олар суды жақсы көреді, бірақ жүзе алмайды. Кейде ваннаның, раковинаның тесіктерінен шығып жататыны содан болады. Егер таракан көрсеңіз, оны аяқпен мыжып өлтірмеген жөн. Себебі аяқпен мыжыған соң, оның жұмыртқалары аяқ киім табанына жабысып қалады да оның көбеюіне жол бересіз. Оларды үй жағдайында жоюға болатын оңай әрі қарапайым 7 әдісті ұсынамын. Бірі болмаса бірі пайдаңызға жарар деген үміттемін. Бірінші әдіс – пияз бен ас содасы. Пиязды турап, үстіне ас содасын қосыңыз. Содан соң таракан жүретін жерлердің барлығына қойыңыз. Бірер күннен соң таракандардың азайғанын байқайсыз. Екінші әдіс – қауіпсіз құрал. Бор қышқылына негізделген жем. Бұл зат таракандар үшін ең күшті улау болып табылады. Жәндіктердің ас қорыту жолдарына түсіп, оның жүйке жүйесіне әсер етеді. Таракандарды қалай улауға болады? Улы жемді жасау үшін жұмыртқаны жарып, ақуызды алып тастаңыз. Шикі сары уызға 1 пакет, яғни 10 грамм бор қышқылын қосыңыз. Иісті жақсарту үшін 1 шым-шым ванильді қант қосыңыз. Жемді мұқият араластырып, кішкене домалақ түйіршіктерге бөліңіз. Қолыңызды қорғау үшін қолғап киіңіз. Жемдерді зиянкестер жиналатын жерлерге қойыңыз. Қабырғалардың жанында, еденнің бұрышында, сөрелерде, азық-түлігі бар қоймаларға, жабдықтар мен тұрмыстық техниканың астына. Таракандар өте улы қоспаны жеу үшін басқа тағамдарды алып тастаңыз. Уланған шарлардың, балалар мен үй жануарлардың дәмін татуынан аса сақ болыңыз. Үшінші әдіс – иістер. Жағымсыз көршілерді, хош иісті қаруларды қолдану арқылы қууға болады. Зиянкестердің көпшілігі осындай заттармен, өсімдіктермен жойылады. Сірке суы, бензин немесе керосин. Суға аталған заттардың біреуін қосыңыз. Аммиак пен сірке суын 1:2 қатынаста, бензинді 1:5 қатынаста және үйдегі барлық беттерді, төбелерді, қоймаларды және едендерді осы ерітіндімен өңдеңіз. Процедураны күн сайын 3-4 апта бойы қайталаңыз. Лавр жапырағы немесе жусан. Оларды құрғақ күйде қолдануға болады. Едендегі және қабырғалардағы жарықтарға сеуіп қойсаңыз да болады, немесе қайнатпа ретінде де қолдансаңыз да болады. Ол үшін 100 грамм құрғақ шөпті металл ыдысқа салып, ыстық сумен толтырып, 30 минутқа қайнатыңыз, немесе 12 сағатқа қалдырыңыз. Алынған сұйықтықпен үйдегі барлық беттерді және жетуі қиын жерлерді өңдеңіз. Төртінші әдіс – кофе ұнтағы. Кофе ұнтағын банкіге салып, ыстық сумен араластырыңыз. Сосын таракан шығып жүретін жерлерге қойсаңыз, таракандар кофе иісіне тез жиналып, банка ішіне түсіп, шыға алмай қалады. Бесінші әдіс – ас содасы. Ас содасын бөлмелердің бұрыш-бұрышына сеуіп шықсаңыз да таракандар жоламайтын болады. Алтыншы әдіс – аммиак қышқылы. Аммиактың таракандар ұнатпайтын күшті иісі бар. Сондықтан олар осы затпен өңделген үй жайлардан мүмкіндігінше тезірек кетуге бейім. Таракандардан құтылу үшін едендерді, сөрелерді, қабырғаларды және төбелерді тазалау үшін суға аммиак қосыңыз. Жетінші әдіс – сірке суы мен шалбыз майы. Дайындау үшін
1 стакан суға сірке суы мен жалбыз майын қосып ерітіндіні дайындаңыз және оны себуге ыңғайлы ыдысқа құйып таракан шығатын жерлерге сеуіп шығыңыз. Таракандар сіз дайындаған ерітіндіден кейін жолай қоймайды. Достар, бұл әдістер тараканды тұқымымен жоятынына ешкім кепілдік бермейді. Ең бастысы тазалық. Достар, видео сіздерге кішкене де болса көмегі тиді деген ойдамын. Каналымнан одан да басқа пайдалы ақпараттар таба аласыздар. Жоғалтып алмас үшін каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.